Сәлеметсіздер ме оқырмандар? Параграф 11. Астана циркі. Бірінші тапсырма оқылым. Мәтінді оқып, ойларыңды кластер әдісімен түсіндіріңдер. Мәтінде көтерілген мәселелерін талдап, бір-біріңнен сұхбат алыңдар. Қазақ цирк өнері сахналық эстрадалық өнер саласы. Өз бастауын көшпелі өмір салтынан, мал шаруашылығымен байланысты тұрмыс тіршілігінен алады. Ат құлағында ойнап өнер көрсету, айтар ойды ыммен білдіріп, түрлі дене қимылдарымен жұртты күлдіру. Салдық құрып ел аралау, қуақы әзіл әжуа сөздермен көпшілік көңілін көтеру, тағы басқа салт жораларда цирк өнерінің алғашқы нышандары көрініс берді. Мініс атын тек көлік ретінде пайдаланып қоймай, шабандоздар оған сан алуан қозғалыс жүрістер, бөгетпен ордан секіру, артқы екі аяғымен тік тұру, бір орында шырайын алу, жорғалау, аяңдау, бүлкілдеп желе жортып жүру, тағы басқа жасатқан. Шауып келе жатып ат үстіне найза, қылыш, шоқпар сермеп садақ тарту, қарсыласымен жекпе-жекке түсіп, алысып тартысу, жау оғын дарытпау үшін оқыс еңкейіп атының бауырына түсу, жерге түсіп кеткен құралын ат үстінен еңкейіп іліп алып кету, тағы басқа. Соғыс өнерінде қолданылатын әдіс-тәсілдерді меңгеру жаугершілік замандағы ел қорғаны ерге тән қасиет еді. Осыған орай ат үстінде орындалатын қимыл-жаттығулар қалыптасып, олар аударыспақ, теңгелу, көкпар, тағы басқа ұлттық ойындардың негізін қалады. Қазіргі цирктегі ат ойындары өз бастауын осы ұлттық ойындардан алады. Халық балуандарды ауыр салмақ көтеретін алып күш иелерін аңыз-әңгімелерге арқау етті. Өзі жерде жатып, үстіне тақтай төсеп, сонымен түйе жүргізетін, ауыр заттарды көтеріп бұлшық ет ойнататын, белдесіп күш сынасатын өнерпаздар әр аймақта болған. Қойны қонышынан қас қағым сәтте әртүрлі заттарды, орамал, жұмыртқа, балапан шығарып, жұртты таңғалдыру секілді ойын түрлері де ерте заманнан қалыптасқан. Бұлар цирк өнерінің алғашқы нышандарын білдіреді. Астана циркі ерекше үлгіде салынған бірегей құрылыс. Цирк аренасы цирк өнерінің барлық талаптарына сәйкес жабдықталған. Мұнда акробаттарға арналған ұшу қондырғысы, лазерлік шоуға арналған жабдықтар, мұзға айналу қабілеті бар тасымалдық манеж бар. Енді сұрақтарға жауап берейік. Қалай ойлайсыңдар, цирк өнерінің көптеген түрлері қазақ халқында бұрыннан болған деп батыл айта аламыз ба? Цирк өнерінің көптеген түрлері қазақ халқында бұрыннан болған деп батыл айта аламыз. Ата-бабаларымыз қазіргі цирк өнерінің қандай түрлерімен айналысқан? Ата-бабаларымыз ат үстінде садақ тарту, теңгелу секілді өнер түрлерімен айналысқан. Термин сөздермен екінші тапсырма. Термин сөздер мен кәсіби сөздерді қатыстырып цирк қойылымы туралы хабарландыру жазыңдар. Хабарландыру. Құрметті Шымкент қаласының тұрғындары, сіздердің көңіл күйіңізді көтеру үшін арнайы дайындалған көрсетілімдер күтіп тұр. Көрсетілімде әлемдік деңгейдегі цирк өнерпаздарының керемет өмірлері, құдіретті және таңғажайып ерліктер, теңеулер мен жануарлармен бірлестік көріністер, ойын-сауық, күлімдеулер мен рахаттану, әртүрлі жас топтары үшін ұйымдастырылған көріністер мен ойындар. Асыл жануарлардың керемет өнері. Цирк өнерінің белсенді бөлігі асыл жануарлардың көріністері. Күтілетін көрсетілім. Көңілді әлем циркінің арнайы тапсырысымен дайындалған жаңа және есте қалатын көрсетілімдерді көру мүмкіндігі болады. Билеттерді алдын ала сатып алу. Билеттің сату орны немесе сайттан немесе билетті сату орындарынан сатып алуға болады. Билеттердің бағасы. Сізді және сіздің жақын адамдарыңызды күтеміз. Көңілді әлем циркі. Контакт мәліметтері. Артық болмас білгенің. Қазіргі сайқымазақтар ежелгі грек қалаларында өнер көрсеткен. Оларды буфондар деп атаған. Ежелгі Римде циркті стадион деп атаған. 1700 жылдары Еуропада цирк деген атауды аттардың қойылымдарына пайдаланған. Филипп Астлей 1770 жылдары Лондонда ат өнерінің қойылымдарын көрсеткен. Құрама аттар, жабайы аңдар, акробаттар және сайқымазақтардан тұратын сол көшпелі цирктер 1800 жылдары әйгілі бола бастады. Нұрлан Құмар. Үшінші тапсырма. Суреттегі цирк өнерінің кәсіби атауларын емлеге сай жазыңдар. Сайқымазақ, акробатика, жонглерлік өнер. Төртінші тапсырма. Энциклопедиялар мен балаларға арналған газет-журналдардан басқа мемлекеттердегі цирк өнері туралы ақпарат жинақтап өзара ой бөлісіңдер. Цирк өнері асқан епілік пен күштілікке негізделген пантомималық ойын-сауықтар мен клоунның күлкілі әжуалары. Әдетте цирк ойын-сауығы алуан түрлі трюктер мен эксцентрикаға негізделген нөмірлерден тұрады. Цирк өнердің өте ертеден келе жатқан түрі. Бүкіл өмірін көшіп-қонумен өткізетін цирктер де болады. Оларды кезбе цирктер деп атайды. Бесінші тапсырма. Берілген кәсіби сөздерді пайдаланып 6-7 сөйлем құрап жазыңдар. Цирк аренасына сайқымазақ шығып өнер көрсетті. Клоунада цирк жанры. Акробатика күш жұмсай орындалатын дене жаттығуларының бір түрі.
Жонглерлік өнер үш немесе одан да көп затты бір ырғақпен лақтырып қағып алу машығы. Иллюзионизм барлық ақиқатты, әдемілікті және имандылықты иллюзия көрініс, жалған деп білетін философиялық бағыт. Маған жануарлармен орындалған трюктер қатты ұнайды.